Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жаңағы осы электронды егов порталымен тығыз байланыста болмақ. Электронды үкімет бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Сабағымыздың мақсаты электронды үкімет порталының міндеттерін және қызметтерін пайдалана білуіміз керек. Бүгінгі сабақта күтілетін нәтижеміз электронды үкіметтің не екенін білеміз. Электронды үкіметтің міндеттерін, электронды үкімет порталының қызметтері туралы мәлімет алатын боламыз. Қазір назарларыңызды мына бейнероликке аударсаңыздар. Қазір біздің әжелеріміз бен тіпті ата-аналарымыз білетін сөздерді естіп әлеуметтік қамтамасыздандыру, ТТБ, паспорт үстемі, үй кітапшасы, ВТБ, естеліктің келді. Ал дәл қазір терең тыныс алып өткен уақыттың мұрасын мәліметке ұмытып қалыңдар. Халықтың күндерін, тіпті жылдарын босқа жойған бөліп тұрған кабинеттер мен кеңселер осының барлығы енді сізді алаңдатпайтын болады. Қолайсыз қызметтердің орнына электрондық үкімет деп аталатын жаңа және әмбебап құбылыс келді. Біздің уақытымызды үнемдейтін және азаматтарға еліміздің өміріне қатысуын қамтамасыз ететін көптеген мемлекеттік қызметтермен жабдықталған электрондық үкімет 10 жыл бұрын осындай жайтты ойымызға кірмеді. Бірақ жаңа мүмкіндіктер біртіндеп пайда бола бастады. Мысалы, айыппұлдарды ғаламтор арқылы өтеу, баланың тууын кезекте тұрмай тіркеу, бұл жай өмірімізді айтарлықтай жеңілдетті. Дегенмен, еліміздің өміріне әр азаматтың қатысуын толық жарамды жасау үшін анықтамалар мен төлем ақылары жеткіліксіз болып қабылданды. Алдымызда одан да биік мақсат тұрды. Бұл адамдарға мемлекеттік құрылымдармен өзара әрекеттесу үшін толық жарамды жағдайды туғызып, барлық бөліп тұрған қызметтерді бір әмбебап жүйеге айналдыру болды. Осы жүйенің негізі егов порталы болып табылады. Бұл тіпті мектеп оқушыларына да белгілі болып табылатын танымал жасыл логотипі бар сайт. Жеке әлде заңды тұлға болуына қарамастан кез келген қазақстандықтың қызметтер мен кеңес берудің аса ауқымды тізіміне қол жетімділігін алу үшін компьютер мен ғаламтордың болуы жеткілікті болады. 2016 жылы мемлекетіміздің ең үлкен порталына 10 жыл толды. Осы уақыт аралығы ішінде 5 миллионнан астам адам егов қолданушылары болып, оларға шамамен 130 миллион қызмет түрі көрсетілді. Және де бұл таңқалдырарлық жаңалық емес, өйткені егов адам өміріндегі бүкіл аспектілерінде қосақталып жүреді ғой. Мысалы, баланың туу кезінде композиттік қызметті рәсімдеуге және баланың бақшаға кезекке қоюға болады. Отбасыны тіркеу үшін некені тіркеу жөніндегі арызды жазуға, оқу үшін болашақ стипендиясын алу үшін құжаттарды тапсыруға, жұмыс үшін мекенжай анықтамасын алуға, зейнетақы үшін зейнетақы төлемдері туралы мәліметті алуға болады. Және бұл қазақстандықтардың өмірін жеңілдетуге арналған қызметтердің толық тізімі емес. Келесі сандар порталдың функционалдығы мен тиімділігін көрсетеді. 64 миллионнан астам анықтама берілді. Қызметтердің ерекше түрлерінің санын есепке алмағанда, олардың ішінде 20 миллионы жылжымайтын мүлікке қатысты анықтамалары болып табылады. Бәріне белгілі екі құрылым егов порталының маңызды айырылмас серіктесі болды. 14 бірыңғай байланыс орталығы және біз халыққа қызмет көрсету орталығы ретінде білетін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы. Бірыңғай байланыс орталығының көмегімен қолданушыларға басты бағыттары болып табылатын егов және мемлекеттік қызметтер арқылы кез келген мәліметті реттеу мүмкін болды. Ал халыққа қызмет көрсету орталықтары егов порталынан берілетін мемлекеттік қызметтермен және өз қызметтермен, әсіресе адамның өзі болғаны қажет болған кезде электрондық қол қоюды, жеке куәлікті алу және басқа да операцияларды жасау кезінде қамтамасыз ете отырып, егов порталының толық жарамды серіктесі болды. Қарапайым халықтың электрондық үкіметті меңгеруде егов порталымен жұмыс жасауды үйрететін халыққа қызмет көрсету орталығы кеңес берушілері басты рөл атқарады. Сонымен қатар қолданушылар іс барысында смартфон және мобильді интернеттің бар болғаны кезінде көптеген қызметтері мен анықтамаларды алуға мүмкін болатыны жайында біліп жатады. егов мобильдік қосымшасы уақыт сұраныстарына сай нақты жауап болып табылады. Смартфондарға арналған қосымшалардың пайда болуымен бірге адамдар
жеке кабинеті мен қызметте тізімдемесі бар тікелей мағынадағы қалтадағы ЕГОВқа ие болды. Және олардың саны үнемі өсуде. Және де қызметтерді көрсетудің бірыңғай жүйесі 4 үлкен бөлімнен тұратын ашық үкіметімен толықтырылды. Мемлекет пен халықтың арасындағы тиімді кері байланысты қамтамасыз ететін ашық диалог, халыққа мемлекеттік құрылымдардың шығындарын бақылауды қамтамасыз ететін ашық бюджеттер порталы, мәліметке еркін қолжетімділікті беретін ашық мәлімет порталы, барлық дайындалып жатқан нормативтік құқықтық актілерді талқылауға белсенді түрде қатысу мен мониторинг құқығы бар ашық МКА. Байқап тұрғаныңыздай қарапайым халық үшін жаңа мүмкіндіктер ашылады. 10 жыл ішінде электрондық үкімет бөлек виртуалды қызметтерден тәжірибелік әмбебап азаматтық порталға айналды. Тағы бір маңызды жайт, біз тек қолданушылардың мемлекеттік органдарымен көптеген байланыстарын жеңілдетіп, жеке уақыттарын ғана үнемдемейміз. Сонымен қатар ішіне жаңа функционалды қосып, пайдалану рәсімдерін жеңілдетіп, технологиялық жаңалықтарын енгізіп, порталды әдіскөй түрде дамытамыз. Дәл осылай электрондық үкіметтің барлық бөліктерін біртұтасқа біріктіріп, біз қазақстандықтарды ел өмірінде толығымен қатыстыруға арналған икемді және қуатты құралмен қамтамасыз етеміз. Сіз электрондық үкімет көмегімен өміріңізді шынымен басқара аласыз. Жақсы, бәріміз көрдік пе? Иә. Құрметті студенттер, енді біз бүгінгі сабағымызда негізгі ұғымдармен таныс болып өтейік. Бұл негізгі ұғымдарды қазір 3 тілде айтып өтейік. Кәнекей, кім бастайды? Электронды үкімет. Қазақ тілінде электронды үкімет, орыс тілінде электронное правительство, ағылшын тілінде e-government. Жақсы, өте жақсы. Қазақ тілінде портал, орыс тілінде портал, ағылшын тілінде портал. Жақсы, өте жақсы. Қазақ тілінде ашық үкімет, орыс тілінде открытие правительства, ағылшын тілінде open government. Жақсы, өте жақсы. Ашық нормативті құқықтық актілер, открытые нормативно-правовые акты, open legal acts. Ашық деректер, данные, open data. Жақсы, керемет. Келесі ашық open диалог. Жақсы, өте жақсы. Ендеше, құрметті студенттер, келесі сіздерге мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Жоғарыда көрген бейнероликке сәйкес сіздерге қазір сұрақ қойылады. Бұл жерде я жоқ әдісі арқылы сіздер жылдам жауап берулеріңіз керек. Өйткені бұл жерде уақыт шектеулі. Ендеше, бастайық. Электронды үкіметтің негізгі 5 компоненттен тұрады. Я немесе жоқ деп жауап беруіңіз керек. Жылдамырақ жауап береміз. Уақыт аяқталды. Нәтижесін көрейік. Қалибек Диана Тұрсынова Шұғыла жақсы нәтиже көрсеткен екен. Енді келесі сұрақ. Мұқият боламыз. Жылдам жауап беруге тырысамыз. ЕГОВ KZ порталының қызметтерін пайдалану үшін жүйеге тіркелу керек пе дейді. Жылдамырақ жауап береміз. Студент қалды, жауап бере алмады. Уақыт аяқталды. Келесі сұрақ. Қызметтерді электронды түрде онлайн алуға болады ма? Уақыт аяқталды. Жақсы. Нәтижені көрейік. Қалибек Диана, Тұрсынова Шұғыла, Әсел өте жақсы жоғары нәтиже көрсетіп келе жатырмыз. Жақсы, ары қарай.
мобильді қосымшалар арқылы қызметтің түрлерін алуға болады ма? Иә, уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Әрине болады, иә? Мобильді қосымшалар арқылы егов порталының барлық қызметтерін алуымызға болады екен. Жақсы. Келесі екінші тапсырма, тағы да осы жоғарыдағы бейнероликпен байланысты. Бұл жерде шектеулі уақыт әдісі бойынша сіздерге сұрақ беріледі. Сұраққа жылдам жауап беруіміз керек, өйткені бұл жерде де уақыт шектеулі. Енді бұл тапсырмада екі дұрыс нұсқалы және бір дұрыс нұсқалы тест сұрақтары кездеседі. Соған мұқият боламыз. Басталды. Электронды үкімет екі дұрыс нұсқаны таңдауымыз керек. Яғни орысша аталуы және ағылшынша аталуын анықтауымыз қажет. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы нәтижемен көрсетіп келе жатқан Қалибек, Диана, Аружан және Аяжан екен. Жақсы. 5 студент қате жіберген екенбіз. Келесі сұрақ. Ашық үкімет. Бұнда да екі дұрыс нұсқаны таңдауымыз қажет. Яғни орысша аталуы, ағылшынша аталуын анықтауымыз қажет. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы. Жарайсыңдар. 6 студент қате жіберген екенбіз. Жақсы, келесі сұрақ. Открытые нормативные правовые акты. Екі дұрыс нұсқаны таңдауымыз қажет. Яғни бұл жерде қазақша аталуын және ағылшын аталуын анықтауымыз қажет. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы. Диана, Аяжан, Аружан, Смағұл. Келесі сұрақ. Open диалог. Екі дұрыс нұсқаны таңдауымыз қажет. Қазақша атауын және орысша атауын таңдауымыз керек. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы. Алда берген Наргиза. Алдыға шықтық. Келесі сұрақ. Электронды үкімет деген не? Бұл сұрақта бір ғана дұрыс нұсқасын таңдауымыз қажет. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы. Қалибек, Диана. Келесі сұрақ. Электронды үкімет порталы Қазақстанда қашан іске қосылды? Бір ғана дұрыс нұсқасын таңдауымыз қажет.
Тездетеміз. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы, Қалибек, Диана, Аяжан, жақсы көрсеткіш көрсетіп келе жатырмыз. Енді құрметті студенттер, біз бүгін осы егов порталына қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізетін боламын. Ол үшін бізде ең алдымен браузерге кіруіміз қажет. Кез келген браузерде біз egov.kz жаңағы мекен-жай адресін жазуымыз керек. Сонда алдыларыңызда көріп отырғандай үлкен терезе ашылады. Бұл egov электрондық үкімет порталы мемлекет пен азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік органдардың бір-бірімен өзара әрекетінің бірыңғай тетігі болып табылады. Яғни ақпараттық технологиялар көмегімен олардың келісімін қамтамасыз етеді екен. Бұл портал мемлекеттік органдардағы кезекті қысқартуға, түрлі анықтамаларды алуға, куәліктерді, рұқсат беру құжаттарын алуға және жеңілдетуге мүмкіндік береді екен. Бұл порталда көрсетілген қызметтің барлығын біз үйде отырып, не болмаса жұмыста, интернет бар кез келген жерде онлайн режимінде осы қызметтерін ұсынады екен. Көптеген қызметтерді алу үшін бізге ЭЦК деп аталады, электронды цифрлық қолтаңба қажет болады екен. Сонда біз үйден шықпай-ақ керекті мәліметтерді барлығын алуымызға мүмкіндік береді екен. Бұл порталда жұмыс жасау үшін біз кез келген қызметтерді басып, ары қарай өзіне керекті мәліметті алуымызға болады. Бұл жерде терезенің ең жоғарғы жағында орналасқан жаңағы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жұмыс жасауға мүмкіндік беретін батырмалар бар екен. Яғни қажетті тілді таңдап, өзімізге керекті мәліметті қалаған тілімізде алуымызға мүмкіндік бар екен. Келесі мемлекеттік қызметтер және онлайн ақпаратты алу үшін іздеу жолдары да қарастырылған екен. Керекті мәліметті осы жерге жазып, іздеу батырмасын бассақ жеткілікті. Соған сәйкес бізге керекті мәліметтерді тауып алуымызға болады екен. Және де қосымша бұл терезеде 1414 бірыңғай байланыс орталығы берілген, орталығының номері берілген. Бұл жерде қоңырау шалу тегін екен. Және де жиі қолданатын бізде мына негізгі менюлер бар екен. Бұл менюлер өзінің қызметін орындайтын жанама терезелерден тұрады. Бұл жерде төлемдер, ашық үкімет, жеке кабинет, қызметтерді апробациялау, портал туралы және көмек туралы мәлімет алуымызға болады екен. Енді бізде қызметтер көбіне жиі қолданатын қызметтерді алуға мүмкіндік береді. Бұл жерде жаңа ғана айтып өткендей, түрлі анықтамалар, құжаттар беру және әртүрлі мәліметтерді алуымызға болады екен. Енді мына жоғары жақтағы жанама менюлермен таныстырып өтіп кетейін барлықтарыңызды. Бізде төлемдер бөлімінде қарайтын болсақ, төлемдер бөлімі бізде бюджетке онлайн төлемдерді, жаңағы коммуналдық қызметтерді, тағы да басқа төлемдерді төлеуге мүмкіндік береді екен. Келесі бізде ашық үкімет. Ашық үкімет негізгі 5 компоненттен тұрады екен. Жаңағы ашық деректер, ашық НКА, ашық диалог, ашық бюджеттер және қызметтердің тиімділігін бағалау туралы негізгі 5 компоненттен тұрады. Олардың негізгі міндеттері мемлекеттік секторлардың ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Маңызды мемлекеттік шешімдерді қабылдау және іске асыру процесінде электрондық ресурстар арқылы ел азаматтарын тарту негізгі мақсаты міне осындай екен. Бұл жерде жаңағы атап өткендей ашық деректер, ашық НКА, ашық диалог, ашық бюджеттер қызметтері орналасқан екен. Келесі терезенің бөлімінде бізде портал туралы жеке кабинет ол бізге не үшін керек? Жеке кабинет әртүрлі мәліметтерді қарап, қызмет нәтижелерін алу үшін бізге жеке кабинетке тіркелуге тура келеді. Оны тіркелу үшін біз жаңағы
логин немесе жасырын сөз дейміз. Яғни сол арқылы кіруімізге болады. Ол жерде өзіміздің ЖСН номерімізді енгізіп, жасырын сөздер арқылы осы жүйеге кіруімізге болады екен. Не болмаса, ЭЦК дейді, электронды цифрлық қолтаңба сертификатын таңдау арқылы біз осы жүйеге кіруімізге болады. Сим картадағы ЭЦК дейді. Яғни осы жол арқылы да біз осы порталдарға кіріп жұмыс жасауымызға болады. Бір жолға жасырын сөз арқылы да кіруімізге болады екен. Қараңыздаршы. ЖСН номерін теріп, телефон номерлеріңізді теріп, жүйеге кіру батырмасын басқан кезде, егер де сіздердің телефон номерлеріңіз осы егов порталына тіркелген болса, онда сізге автоматты түрде осы жүйеге кіруге арналған SMS код келеді. Сол кодты енгізу арқылы біз осы жүйеге кіруімізге болады екен. Келесі Digital ID дейді, яғни биометриялық деректерді пайдалану арқылы жүйеге кіруімізге болады. Не болмаса QR кодты пайдаланып жүйеге кіруге мүмкіндік алады екенбіз. Енді қандай да бір терезені ашсаң, оның төменгі жағында виртуалды ассистент деген бөлімі бар. Көріп отырсыздар ма бәріңіз? Виртуалды ассистент бөлімінде біз керекті қызметтерді алу үшін өзімізге қажетті тілді таңдауымыз қажет екен. Мысалы, қазақ тілінде таңдап көрейік. Енді осы қандай қызмет саласынан бізге мәліметтер керек, бөлімді таңдап ары қарай жұмысымызды жалғастырсақ болады. Не болмаса, осы жерде халыққа қызмет көрсету орталықтарына қоңырау шалу арқылы мамандардан біз осындай көмектерді алуымызға, көмектерге жүгінуімізге мүмкіндік береді екен. Енді мен сіздерге мына ашық үкімет жайында біраз тоқталып кеткім келіп отыр. Өйткені біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы электронды үкімет болмақ. Осы электронды үкімет негізінен осы ашық үкімет порталындағы мына қызметтер бойынша анықталады екен. Ашық үкімет порталы бізде ашық деректер қоры, мемлекеттік органдар мен өзге де ақпарат иелерінің жалпы қолжетімді деректерді орналастыратын алаң болып табылады. Бұл порталда жарияланған ақпараттар тегін, оны кез келген адам ешқандай шектеусіз пайдалануға мүмкіндік алады. Мемлекеттік органдардың ашық деректері азаматтарды үкіметтің қызметі туралы хабардар етіп отырады екен. Келесі бізде ашық НКА бөлімі. Ашық НКА бөлімі. Бұл бөлімде әзірленіп жатқан заң жобаларын, мемлекеттік қызметтер стандарттарын және олардың жобаларын, рұқсат беру құжаттарын талқылауға арналған бірыңғай алаң болып табылады. Бұл талқылау процесіне қатысу үшін біз міндетті түрде егов порталына тіркелуіміз қажет. егов порталына тіркелгеннен кейін біз осы НКА жобасындағы талқылау процесіне қатысуымызға мүмкіндік алады екенбіз. Келесі ашық диалог бөліміне тоқталайық. Ашық диалог бөлімі мемлекеттік органдар мен қоғамдар арасындағы тиімді кері байланысты орнатуға арналған алаң болып табылады. Ашық бюджеттер бізде бірінші кезекте азаматтардың мемлекеттегі бюджет туралы ұғымын, түсінігін жетілдіру және бюджет қаражатының жұмсалуын қоғамдық бақылау арқылы белсенді азаматтық ұстанымды дамытуға ықпал ету үшін құрылған екен. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау қызметі бізде интернет порталында ақпаратты орналастыру уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады екен. Енді қараңыздаршы, құрметті студенттер, бұл электронды үкімет порталы бізде білесіздер, тұрақты даму үстінде, жаңа мүмкіндіктер пайда болып жатыр, жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. 2012 жылдан бастап жаңағы смартфон мен планшеттерге iOS және Android платформалары үшін электронды үкіметтің мобильді қосымшалары іске қосылған болатын. Қазіргі таңда осы мобильді қосымшалардың көмегі арқылы біз осы егов порталында көрсетілетін барлық қызметтің түрін
қашықтықтан үйде отырып алуымызға мүмкіндік береді екен. Сарапшылардың айтуы бойынша осы егов порталында жыл сайын қолданушылардың саны артып келетір, қызмет көрсету аясы кеңейіп келе жатқандығын естіп жатармыз, иә? Естіліп тұр ма бәріңізге? Иә, ағай. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Осы егов порталы туралы. Жоқ, бәрі түсінікті. Түсінікті, иә? Жақсы, ендеше біз келесі бөлімге көшейік. Келесі бөлімде сіздерге мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Аяқталмаған сөйлем деп аталады. Бұл тапсырмада сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет болады. Ол үшін біз барлығымыз квизиске кіреміз. Квизистен ары қарай тапсырманы орындаймыз. Ендеше тапсырма кетті. Ашық үкімет неше компоненттен тұрады? Оған біз сандық түрде не болмаса жазбаша жазуымызға болады. Кездетеміз: Темірхан Нұршат, Аружан, Баян, Ақпейіл. Кездетіп жылдамдатып жауап береміз, өйткені уақыт шектеулі бұнда да. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Жақсы нәтиже көрсеткен бізде Қалибек Диана, Аяжан, Аружан екен. Әрине, ашық үкімет бізде жаңа жоғарыда айтып кеткендей, ол 5 негізгі компоненттен тұрады екен. Жақсы. Келесі тапсырма. Мемлекеттік органдар мен өзге де ақпарат иелерінің жалпы қолжетімді деректерді орналастыратын алаң қалай аталады? Иә, тездетіп жауап береміз. Ақбейіл жауап береміз тездетіп. Уақыт аяқталды. Нәтижені көрейік. Өте жақсы көрсеткіш көрсетіп келе жатыр. Келесі сұрақ. Әзірленіп жатқан заң жобаларын, мемлекеттік қызметтер стандарттарының жобаларын және рұқсат беру құжаттарын талқылауға арналған бірыңғай алаң қалай аталады? Жақсы, өте жақсы. Нәтиже әрине ашық НКА екен. Әзірленіп жатқан заң жобаларын, мемлекеттік қызметтер стандарттарының жобаларын және рұқсат беру құжаттарын талқылауға арналған бірыңғай алаң, ол ашық НКА алаң екен. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Мемлекеттік органдар мен қоғам арасындағы тиімді кері байланысты орнату алаңы қалай аталады? Тезірек жауап береміз. Уақыт аяқталды. Өте жақсы. Сұлтан Мөлдір, Аружан. Әрине бұл ашық деректер екен, дұрыс жауабы. Келесі, енді құрметті студенттер, бүгінгі біз ақпаратпен бөлісу жаңағы бөліміне келіп отырмыз.
яғни бүгінгі бізді сабақтан алған білімімізді қорытындылап, осы бүгін не түсіндік, не білдік, соны ортаға салып, өзіміздің ақпаратымызбен бөлісіп, сабағымызды қорытындылайық. Ендеше бүгінгі электронды үкімет порталы жайында не түсіндік, не білдік бүгін? Кім айтады? Мен айтсам. Я айта ғой, Аружан. Мен ашық үкімет сайтынан, яғни егов сайтынан төлемдер бөлімінде қызметтер туралы түсіндім. Аха, жақсы, өте жақсы. Төлемдер жайында түсінген екенсің, иә? егов сайтына кіреміз, төлемдер бөліміне кіреміз. Төлемдер бөлімінде азаматтарға арналған онлайн қызметтер бір тізімде орналасқан. Отбасы, азаматтық миграция және иммиграция, жылжымайтын мүлік, кеден және салықтар, көлік және коммуникациялар. Біз соның ішінде отбасы бөліміне кірсек, отбасы бөлімінде бұл жерде ең бірінші туу туралы анықтама алу үшін мемлекеттік бажалында 3 қадам болады. 3 қадамның бірінші қадамда ең бірінші сіз өзіңіздің ЖСН номеріңізді енгізесіз, мемлекеттік кірістер органын таңдайсыз, және төлейтін сомаңызды жазып кетесіз, және ТТК кодын жазып төлеу батырмасын басасыз. Жақсы. Осылай біз 3 қадамнан өтуіміз керек екен, иә? Иә. Жақсы, өте жақсы. Тағы кім қандай өзінің ойымен бөліседі? Бүгінгі сабақта не білдік, не түсіндік? Еркежан, Мөлдір, кәне кім айтады? Ағай, өз ойым жеткізе кетсем бола ма? Әрине болады. Айта ғой. Бүгінгі сабақта егофта біз басқа жұмыс істеп жүріп, және де үйде отырған, жұмыс істемей жүрген адамдардың барлығы осы онлайн арқылы егофпен бүткіл төлемдерді, айыппұл, басқа да өзінің отбасын байланысты барлық жағдайлар жасалынған егов порталы арқылы. Және де егов порталымен барлық адамдар организатормен видео арқылы және де аудио запись арқылы барлық мәліметтерді толық біле алады. Толық біле алады екен. Жақсы, өте жақсы. Диана, электронды үкіметті құру билік органдарының азаматтарға жұмысын азаматтарға жеңілдету үшін неғұрлым тиімді, ашық әрі қолжетімді болу керек болды. егов.kz электронды үкімет порталы, ол порталда деректерді, мысалы анықтамаларды, туу туралы куәліктерді, көптеген басқа да мағлұматтарды жедел әрі жылдам алуға мүмкіндік береді. егов порталы арқылы онлайн жұмыс істесе болады, ол үйде, жұмыста және интернет бар жерде жұмыс істей береді. егов порталына ЭЦХ күлшімен порталға тіркелсе онлайн түрде алуға рұқсат етілген. Қалибек, Диана, сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз осы егов порталында жұмыс жасап көрдіңіз бе? Бұрын жұмыс жасап көрмеппін. Жақсы, енді келесі, ендеше құрметті студенттер, бізде бүгін электронды үкімет жайында теориялық сабақ болғандықтан, келесі сабақта біз осындай жаңаға ақпараттарды, анықтамаларды қалай алу керек, қалай ЭЦХ ключті онлайн ашуға болады, қалай базаға тіркелу керек, не осы жайында келесі сабақтарда біз қарастыратын боламыз, иә? Жақсы, ендеше тағы да айтатын студенттер бар ма өзінің ойымен бөлісетін? Егер де жаңағындай бізде демонстрация экран жасауға рұқсат етілген, өздеріңіздің жұмыстарыңыз болса, егер көрсетем деген студенттер болса, ашып көрсетуге рұқсат. Алдаберген, Наргиз. Жақсы. Ол адамдарға көптеген отбасы, денсаулық сақтау, білім, жылжымайтын мүлік, спорт, тағы да басқа көптеген салаларды қамтамасыз етеді. Және де бұл жерде менің түсінгенім, ең танымал қызметтер адамдардың сотталу, сотталмау туралы анықтама беру, заңды тұлғаның жылжымайтын мүліктері болу болмауы туралы анықтама алуға болады, және де тіркелген заңды тұлғаның филиал немесе өкілі туралы анықтама алуға болады, және де төмендегі көрсетілген көптеген анықтамаларды алуымызға болады. Енді егов арқылы
ECQ-ны қашықтықтан алуды көрсетсем. Жақсы, өте жақсы көріп. Онлайн түрде аламыз. Қызметтерді кімге алуын таңдаңыз дейді, жеке тұлға. Және де бұл жерде ЖСН ин номерін енгіземіз. Сұранысты жіберу. Егер де веб камерасы менде табылмады, табылса ары қарай тағы да жалғастырып, оны орындауымызға болады. Жақсы. Тағы да кім қандай өзінің ойымен бөліскісі келіп отыр? Өте жақсы, Назипа. Мен айтайыншы? Айтамын. Жомарт. егов порталында жеке кабинетке кіреміз. Жеке кабинет жайында айтайын деп отырсыз ғой? Ол жеке кабинет бізге не үшін керек? Порталға кіру, логин жасырын сөз, бұл жерде ЖСН немесе БЦН-імізді енгізіп, жасырын сөзді енгіземіз. ECQ дегеніміз электронды цифрлық қолтаңба, кез келген мәліметті алуымызға болады. Бұл жерден сертификатты таңдап кіре беруімізге болады. SMS картадағы ECQ бұл жерде ЖСН-імізді енгізіп, телефон номерімізді енгіземіз. Және бұл жерде тиімді әдісі бір жолға жасырын сөз әдісі. Бұл жерде ЖСН-іңізді енгізіп, телефон номеріңізді енгізесіз. Және телефон номеріңізге сізге пин-код келеді. Сол арқылы кірсеңіз болады. Виртуалды ассистент арқылы, яғни қонақ ретінде кірсеңіз болады. Бұл жерде өзіңізге қалаған тілді таңдап, өзіңізге керекті мәліметтерді алсаңыз болады. Және оператормен байланысып, халыққа қызмет орталығына тікелей байланысуға болады. Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Мен айтсам ағай. Кім? Айта ғой. Алда берген Наргиз. Яғни егов сайтында ашық үкімет порталы жайлы. Бүгінгі сабақта түсінгенім. Ашық үкімет жайында айтайын деп отырсыз, Жақсы. Ашық үкімет порталы негізгі 5 түрлі деректерден құралған. Олар ашық деректер, ашық НК, ашық диалог, ашық бюджеттер және де мол қызметінің тиімділігін бағалау. Бұл жерде ашық деректер дегеніміз, яғни жобаның мақсаты Қазақстан Республикасының азаматтары үшін еркін, қолжетімді, машина оқи алатын түрдегі деректер жиынтығын басу арқылы қызметтің қамтамасыз етіп отырады. Ал енді ашық НК бұл жерде, яғни заң шығарушылықтардың үрдісіне қатысу мүмкіндігі болып табылады. Және де ашық НК-ға кіретін болсақ, бұл жерде түрлі категориялар берілген, қазір қосылсын. Ашық НК-да не алуға болады екенімізге, не көруге болады? Ашық НК-да мәліметтерді алу үшін тіркелу міндетті ме екен бізде, Наргиз? Наргиз. Жақсы, келесі. Тағы өз ойымен бөлісетін студенттер бар ма? Наргиздің интернеті жұмыс істемей қалды ғой, деме? Наргиз, демонстрацияны өшіре қой. Жақсы, техникалық ақауларға байланысты кешірім сұраймыз. Келесі тағы кім бар өз ойымен бөлісетін бүгінгі сабақта? Аяжан, жақсы. егов мобайл электрондық үкіметтің мобильді қосымшасы Google Play және App Store-да жүктеу үшін қолжетімді. Қосымшада ECQ мен немесе бір реттік пароль арқылы авторизациядан өтуге болады. егов мобайл мобильді қосымшасы ECQ-ны барынша ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалға, ECQ мобильді қосымшадан санаулы минуттарда халыққа қызмет көрсету орталығына бармай
шығаруға болады. Қолда бар ECQ-ны 4 таңбалы пин-кодқа және құрылғылардың кіріктірілген биометриясына бекіту керек. Одан кейін ECQ таңдауға және авторизация және қызметтерді алу кезінде әртүрлі пароль енгізуге алаңдамауыңызға болады. Қосымшаның басты бетінде қосымшамен жұмыс істеу бойынша пайдаланушыға арналған қысқаша нұсқаулар берілген. Нұсқаулықтар әлеуметтік желілер бойынша пайдаланушыларға таныс тарих түрінде орындалған. Жақсы, Аяржан. Яғни мобильді қосымшалар туралы айтып жатырсыз, иә? Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабақ барлықтарыңызға түсінікті болды ма? Сұрақтарыңыз бар ма басқа? Жақсы, ендеше біз үйге тапсырма жазып алайық. Электронды үкіметтің болашағы деген тақырыпта эссе жазуыңыз қажет. Электронды үкімет порталына тағы не енгізер едіңіз? Ойыңыз қандай? Ойыңызды ортаға салуыңыз қажет. Үйге тапсырма осы. Келесі, енді құрметті студенттер, мен осы бүгінгі біздің сабағымызға кері байланыс жасау мақсатында 4 бұрыш әдісі арқылы бүгінгі сабақтан қаншалықты дәрежеде түсінгенімізді осы жерде ерекшелеп белгілеп кетсек. Жақсы, ендеше нәтижені көрейік. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысқан құрметті студенттер, барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Құрметті қонақтар, барлық сабаққа қатысып, тиімді жақсы пікірлеріңізді, ойларыңызды білдіріп жатсыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі біздің сабағымызда Қалибек Диана өте жақсы жоғарғы нәтиже көрсетіп отыр екен. 14.380 ұпай жинап отыр. Жинап алдыңғы бірінші қатардан шығып отыр. Енді құрметті студенттер, осы жерде алған жинаған балдарыңыздың барлығын Платон жүйесіне бағалау ретінде көреміз. Жақсы, ендеше бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау, саламатты болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.